Адал азамат мемлекет тірегі. Заң мен тәртіп мызғымас тұғырымыз. Бұл ең алдымен еліміздің әр азаматына және барша халқымызға ортақ тәртіп. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұл туралы 4-ші ұлттық құрылтай отырысында айтты. Сондай-ақ президент құқық қорғау органдарының кеңейтілген алқа мәжілісінде заң мен тәртіп қағидатын жаппай дәріптеуіміз керек деп атап өтті. Осы ретте таза Қазақстан озық ойлы қоғам құруға арналған идеологиялық тұғырнаманың ажырамас бөлігі. Бұл тек қоршаған ортаның тазалығын емес, ой мен сана тазалығын сақтау деген сөз. Себебі қоғамдық әдеп пен заңға деген құрмет айналадағы тазалықтан басталады дейді мемлекет басшысы. Биыл елімізде заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілететін тұжырымдама бекітілді. Құжат қоғамда құқықтық мәдениеті нығайтуға, азаматтардың заңды сақтау маңызын түсінуіне, жемқорлық пен көлеңкелі әрекеттерге теріс көзқарас қалыптастыруға бағытталған. Құқық бұзушылықтардың алдын алуға және халыққа қызмет етуге, мемлекет пен қоғам ынтымақтастығының жаңа құралдарын енгізуге баса назар аудара отырып, мемлекеттік органдардың ашықтығын қалыптастыруға, азаматтар үшін заманауи цифрлық қызметтерді іске қосуға, сатып алуларға қоғамдық мониторинг жүргізуге, басқа да мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметінің сервистік моделі тиімділігін арттыруға бағытталған шаралар көзделеді. Тұжырымдамаға сәйкес кадр саясатын реформалау, материалдық техникалық жарақтандыру жалғасады. Кешенді шараларды қабылдау нәтижесінде қоғамда заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтауда оң өзгеріс қалыптасып, заңға үстірт қараудан жауапты әрі саналы көзқарасқа ауысады. Қоғамдағы әрбір азамат басқа адамның құқығын құрметтеп, құқықтық тәртіпті сақтайды. Бұл жалпы тәртіптің жақсаруына септігін тигізеді. Халықтың мемлекеттік және құқық қорғау органдарына деген сенімін нығаяды. Жалпы мұның бәрі құқық бұзушылықтар санының азаюына, азаматтарға қызмет көрсету сапасының жақсаруына, экономикалық тартымдылық пен инвестициялық ортаның жақсаруына әкелуі тиіс. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.